Қайырлы күн, құрметті жастарымыз бастауыш мектебінің әлеуметтік желідегі тұрақты көрермендері, дүйсенбі күні аяқталған ертегілер елінде жобасының жеңімпаздарын жариялаймыз. Жалпы ертегілер елінде жобасына қатысқан барша ата-аналарға, оқушыларға біз алғысымызды білдіреміз. Біздің мектебімізде білесіздер, бірінші сынып оқитын қанша оқушы болса, соның ішінен сан аулы ғана нақтылай кетсек, 7 ғана ата-ана өз ықыласын білдіріп, біздің сайысымызға қатысты. Жалпы біздің сайыстың мақсаты ұлттық құндылығымызды дәріптей отырып, біздің өсіп келе жатқан кішкентай бүлдіршіндерімізге салт дәстүрімізден сыр шертетін ертегілер жайында кішкене былайша айтқанда дәріптеу болған болатын. Сонымен және бұл сайыстың басты шарты әлеуметтік желімізге жарияланған видеоларға лайк басу, комментарий жазу, кімдікі актуалды назарға ие болады. Біз сол оқушыларымызға, ата-аналарымызға жүлделі орын береміз деген болатынбыз. Сонымен нәтижеге келер болсақ, бізде 3-ші орыннан бастайын. 3-ші орынға тұрақтағандар 1-ші В сынып оқушысы Нұрбай Мағжан және 1-ші Б сынып оқушысы Қалдыбай Гүлмейірім. Және бір ерекшелігі, бұл біздің қатысушыларымыздың, байқасаңыздар, әлеуметтік желідегі ертегісінде ертегінің өзіндік айтар ойы бар және ертегісінің бас аяғы бар. Бірден-бір белсенді қатысушыларымыз болып есте қалды. Лайк, комментарий санын айтар болсақ, Гүлмейірім 156 лайк, 815 комментарий және 29 таралыммен 3-ші орынға тұрақтады. Ал Нұрбай Мағжан 171 лайк, 356 комментарий және 5 таралыммен көзге түсті. Сонымен 2-ші орынға тұрақтаған 1-ші В сынып оқушысы Бақыт Расул. Үздік үштікке шыққан оқушыларымыздың тізімі болғандықтан, Бақыт Расул өзінің үлкен талабымен және де сондай қолдаушылардың көптігімен көзге түсті. 4298 лайк, 953 комментарий және 31 таралым жасаған екен. Ал 1-ші орынға шыққан Шамұрат Аружан 9179 лайк, 1279 комментарий және 92 таралыммен көзге түсті. Бұл статистика, бұл сандардың барлығы дүйсенбі күні сағат 15:00-де алынған нәтижелер. Ал ең шешуші кезең біздің ертегілер елінде жобасының бас жүлдесін алған Шымыр Арсен 10528 лайк, 1489 комментарий және 93 таралыммен осылайша нәтижеге қол жеткізді. Ал тағы екі қатысушымыз Биткулов Тимур және Рахманберді Дария атты қатысушыларымыз 100-ге жуық лайк комментарий жинап, өздері қатысқаны үшін деген сый-сияпатқа ие болады. Айта кетерлік жайт, бұл орындардың барлығының марапаттау сәті алдағы айдың ішінде мектебімізде үлкен семинар өткелі отыр. Сол жерде біздің көрермендермен, көптеген ата-аналармен, оқушылармен берілетін болады. Барша қатысқан жандарға рахмет, орындарыңыз құтты болсын.